Сәлем барлығына, сіздермен бірге мен Сайлау Абди. Бүгін мен сіздерге жақсы бір керемет видео арнағым келіп жатыр. Кішігірім мотивация беретін, болашаққа бір сенімменен, үмітпенен қарауға мүмкіндік беретін осындай видео. Бұл видео кімдерге арналған? Біздің Қазақстанда білеміз, негізінде проблемалар бар. Ол кедейлік, екіншісі жұмыссыздық, үшіншісі халықтың кредитке батуы. Бұл бірін-бірімен тығыз байланысты, және де непосредственно осы үш нәрсе халықтың ашу-ызасына, мемлекетке, билікке, үкіметке сенбеуіне әкеліп тудырады. Айта беретін болсақ көп, саясатты да басқа да нәрселерді, бірақ кейде сен өмірде бір нәрсені түсінуің керек, өзің қолыңнан өзгерте алмайтын, сен оған әсер алмайтын нәрселер. Осы нәрселер түсіну керек. Осы ретте мен сіздерге айтатыным, сенімдеріңізді ақтамайтын нәрсені тастап, нақты результат беретін, нақты бір жетістікке алып келетін жол таңдау. Осындай. Сол себепті кез келген, мен ойлаймын, Қазақстандағы кез келген қазақтың азаматы, жігіттер болсын, особенно көбінесе олар қазірде шетелге кетіп қалады. Шетелге елдер көп, Америкаға баруға болады, басқа да елдерге баруға болады, және барып жұмыс істеуге, еңбек етуге. Мысалы, Қазақстанда істейтін разнорабочий немесе белгілі бір квалификацияда қызмет маман, бір 300 мың теңгенің маманды жұмыс жасайтын болса, повар болып 300 мың теңге алатын болса, Америкаға барып 3 миллион теңге алуға болады, 10 есе көп. Немесе Кореяға барып 1 миллион теңге алуға болады, Европаға барып 1 миллион теңге жалақы алуға болады осындай. Сол себепті, достар, мүмкіншілік көп кез келген адамға. Істейм деген адамға кез келген мүмкіншілік көп, жұмыстар бар. Америка Құрама Штаттарына бүгінгі таңда жұмысшылар керек. Халықтың санын өсіретін, халықты тұтынатын, салық төлейтін осындай керек. Және де мүмкін жүздеген иммиграциондық бағдарламалар бар. Және де сіздер оған қатыса аласыздар. Жыл сайын грин карта лотереяны ойната аласыздар. Өздеріңізді айналаңызға қараңыздар. Туысқандарыңыздың арасында, достарыңыздың, көршілеріңіздің арасында қаншама адам шетелге барып жұмыс жасап келді. Америкаға барып, қаншауы барып келді. Және олардың өмірлері қаншалықты өзгерді. Неліктен сіздер де дәл солай өздеріңіздің өмірлеріңізді өзгерте алмайсыздар? Неліктен сіздер бүгіннен бастап қолға ала алмайсыздар? Бүгінгі таңда біз беріп жатқан бағдарлама 60-70 күннің ішінде Америкаға кету деген. Ол деген сөз, сіз 60-70 күннің ішінде Америкаға барып 5-6 мың доллардан бастап жалақы таба аласыз. Бұл бастапқы табатын жалақы. Одан кейін барып, егер де сіз ағылшын тілін үйренетін болсаңыз, келдіңіз, қолыңызға тиген күрек тауып жұмыс жасап жүрсіз, дополнительно уақытыңызды ағылшын тілін үйренуге, разрешение на работу, жұмыс істеуге рұқсат қағазын жасатып, таксиге, тракқа кететін болсаңыз, 3 миллион теңге емес, уже 30 миллион теңге ай сайын 20 миллион теңгені табуға болады. Ол мүмкін. Қазақстанда жүріп, сіз 100 мың, 200 мың, 300 мың теңге жалақы аласыз. Әлемдегі адамдардың бәрі солай алады екен деп ойлайтын болсаңыз, сіз өте үлкен қателесесіз. Бізде Африкада мемлекеттер бар, күніне $1, күніне 500 теңгеге тауып өмір сүретін адамдар, айына 5 теңгеге өмір сүретін адамдар бар. Соларға қарағанда сіз Қазақстанда тұрып көбірек табасыз, бірақ оны жетпейді. Ал енді Америкаға келіп, одан да көп есе табуға болады. Көрдіңіздер ғой, бүйтіп егер де ойлайтын болсақ, достар, сол себепті полды жыламаңыздар, қайғырмаңыздар, өмірге күлкіменен, позитивменен қарап, бүгіннен бастап осындай өмірлеріңізді өзгерту туралы шешім қабылдаңыздар. Егер де сіздерге ақшқа кетуге көмек қажет болатын болса, жұмыс табуға, басқа да әуежайдан күтіп алу, тіл үйрету, басқа да кез келген. Осы видеоны көріп жатқаннан бастап 60-70 күннен кейін 6-7 мың доллардай жалақы алатындай мүмкіншілікке ие болғыңыз келетін болса, онда осы видеоның астында тұрған контакттерге хабарласыңыз. Көмектесеміз, қолыңызға барлық қажетті информацияларды береміз. Видео ұнаған болатын болса, лайк басыңыздар, каналға жазылып қойыңыздар, комментарийға, сұраққа өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен болған мен Сайлау Абди.